Төртінші дәріс. Компьютерлік оқыту технологиясы. Жоспары. Компьютерлік оқыту технологиясы туралы түсінік. Компьютерлік технологияның қолданылуы. Компьютерлік оқыту технологиясы туралы түсінік. Компьютерлік оқыту технологиясы жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, өздігінен шығармашылықпен жұмыс істей білу қабілетін және қызмет барысындағы іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған, қазақ тілін үйретуде алға қойған мақсатқа жетудің тиімділігін, нәтижелілігін қамтамасыз етуді көздейтін, берілген тілдік материалды жедел әрі сапалы меңгертуге бағытталады. Компьютердің білім беру үдерісінде кеңінен қолданыла бастауына байланысты оқытудың жаңа ақпараттық технологиясы, ақпараттық технология деген терминдер пайда болды. Жалпы сабақ барысында компьютерлік технологияны қолданудың ерекшеліктерін қарастыру үшін алдымен оның негізгі міндеттерін анықтап алған жөн. Ол үшін бірінші, жаңа ақпараттық оқыту технологиялары ұғымын айқындау қажет. Ақпараттық технологияларды білім беруде қолдану және оны енгізу ұстанымдарын нақтылау қажет. Сабақта ақпараттық технологияларды қолданудың тиімді әдіс-тәсілдерін анықтау қажет. Ақпараттық технология мәселесін зерттеп жүрген Монахов, Кузнецов, Попов, Гузеев сияқты көптеген ғалымдардың тұжырымдарын талдай келе, Апатов ақпараттық технологияның төменгі түрлерін көрсетеді. Біріншісі, компьютерлік оқыту жүйелері, оқыту машиналары, бағдарламалы оқыту. Екінші, оқыту құралдары, лого, гипермәтін, мультимедиа, микромир. Үшінші, инструментальды жүйелер, мәліметтер базасы, бағдарламалау, авторлық жүйелер, топтық оқыту құралдары. Көріп отырғанымыздай жаңа ақпараттық технологиялар техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етілген компьютерлер. Компьютерлік технология оқытушылардың оқыту әдістері мен оқу үдерістерін ұйымдастыру түрлерін түбегейлі өзгертуде, оқу әдістерін үнемі жаңартып отыруға, оқушылар мен үйренушілерге өзіндік және бірлесіп шығармашылық жұмыс істеулеріне мүмкіндік береді. Компьютерлік технология 20 ғасырдың соңында ғылым мен техниканың қарқынды дамуы кезеңінде кең өріс ала бастады. Глушовтың пайымдауынша, компьютерлік технология кешенді ғылым жүйелерінен және арнайы пәндерден тұрады. Шығармашылықты, жобалауды, ойлап табуды, баға беруді іске асырады. Компьютерлік оқыту технологиясы жаңа ақпараттар мен мәліметтер кешенін компьютер арқылы дайындап, үйренушіге жеткізу. Компьютерлік технологияның қолданылуы. Ғалым Исабек компьютерлік технологияның қолданылу аясы мен деңгейіне қарай компьютерлік технологияның даму бағыттарын төмендегідей көрсетеді. Компьютерлік технологияның қолданылуы. Компьютерлік технологияларының бағыттары. Күнделікті баспа жүйесі, мультимедиа баспасы, жобалауды автоматтандыру жобасы, виртуалды жүйе, космостық жүйе, интернет жүйесі, үш өлшемді графика және кино индустриясы. Компьютерлік технология бағыттарын көрсете келе, компьютерлік технологияны былайша топтастырады. Көркем компьютерлік технология, инженерлік компьютерлік технология, иллюстративті компьютерлік технология, іс құжаттық компьютерлік технология, когнитивті компьютерлік технология. Білім беруде компьютерлік технологияны қолданудың төмендегі артықшылықтарын көрсетуге болады. Даралап оқытуға қол жеткізіледі, білім алушылардың өзіндік жұмыс істеулерін қарқындатуға жол ашылады, сабақта бірнеше тапсырмалар жүйесін орындауға мүмкіндік туады, ғаламтор арқылы және арнайы дискілер қолдану арқылы әртүрлі ақпараттар алуға мүмкіндік туады. Электрондық оқулықтың мультимедиалық жүйесі арқылы бағдарламаны дыбыспен қамтамасыз етуге, мәтінді диктордан кейін қайталауға, кез келген видеофрагмент көрсетуге мүмкіндік туады. Білім алушылардың танымдық белсенділігі артады. Әртүрлі үлгіде ұйымдастырылған жұмыс түрлері оқушылардың көңіл күйлерін көтеріп, жұмыс істеу қабілеттері артады. Білім алушылардың білім деңгейі мен қабілеттерін дұрыс бағалауға жол ашылады. Сабақта компьютерлік тестті пайдалану арқылы
қысқа мерзімде үйренушінің білім деңгейін анықтап, дер кезінде тиісті көмек көрсету мүмкіндігі болады. Білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін шыңдауға мүмкіндік туады. Бастауыш мектепте қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігі, оқытудың дамытушылық ахуалын арттыруы, кіріктірілген оқытудағы сапалы деңгейде жүзеге асыруы, бастауыш мектептің базалық курсы пәндерінің оқытылу сапасының артуы, оқыту іс-әрекетінің жаңа құралын меңгеруі, ақпараттық қоғамда өз бетімен білім алып, өзін-өзі жүзеге асыруға бейімдеуі. Мектеп пәндерін меңгертуде компьютер тек қосымша тиімді құрал ретінде қызмет атқарады. Себебі пәнді меңгерту тіке қарым-қатынас арқылы іске асырылатын үрдіс. Тіке байланыс болмаса, сөйлесім әрекеті де іске аспайды. Ал компьютерлік технологияны тақырыпты бекіту, қайталау, білім, білік дағдыны тексеру кезеңдерінде қолдану тиімдірек болады. Назарларыңызға рахмет.